Assalamualaikum достар, сіздермен болған аян кезде де біз бүгінгі видеода Майнкрафтта выживать ететін боламыз. Бұл екінші бөлім. Енді қандай өзгерістер болғанын айта кетейін. Қазір достар, міне мен жаңадан жер таптым. Короче, дедім да жер таптым и ол сияқты кенеткен болатынмын. Міне бұл ешқандай творческий емес, ештеңке емес. Осылай дамытқан болатынмын жерімізді. Енді бұл выживанияға ат қоятын болатын болсақ, жеке выживания, яғни бізде жеке мемлекет, жеке үйлер болады. Енді жақын арада ойымша не қосармын, сервер ашармын. Телефонға да негізі сервер ашуға болады. Солай енді. Ендігі лайк басып тіркелуді ұмытпайық достар. Бұл жеке выживанияның екінші бөлімі. Барынша тіркеліп, лайк басып, активті көтеріп тастайық. Мені выживания ойнамағалы да көп болды. Сағынып қалдым выживаниямызды әрине. Міне кеше 2 сағат уақытымды бөліп, осы жерлерді кенеткен болатынмын. Енді сен аян бүгін не істейсің десеңіздер, біз бүгінгі видеода өзімізге үй салатын боламыз. Яғни мен айтып отқандай, жеке мемлекет болады бізде, жеке мемлекет. Мына жақта заттар толық болған еді. Артық заттарды осы жерге саламыз. Мыналарды осы жерге салып, реттеп тамақ керек бізге. Ендігі достар, бізде керегі железный топор керек. Ол үшін палка, әрине, не керек болады. Мен оны қалай салатынымды білемін дейді. Уже құрық. Ой, ақмақ. Өпті керкамызда сынай деп тұр екен. Ендігі біз мұны жерге заттарымыз салайық. Осы керек емес, кирка керек емес, железо и лопата керек. Және де блужник, яғни полды блужникпен қаптаймыз. Айтпақшы, менде жаңадан скин. Міне скин, осындай скин. Ал мына алтын киімді қай жерден алдың десеңіздер, мен бұны зомбиден түскен болатын. Короче, зомбилермен төбелесіп жатып берген болатын. Енді осы жерге өзіміздің неміз салып бастайық. 4 кетті, 3, 4. Тура осы жерге тақап төп салайық. 4. Әдейіне. Тоқта мен былай салам дедім ғой. Бұл жерге болмай қалады екен себебі тура шығатын жердің алдында болады екен. Өкінішке орай сол үшінде болмай қалады. Мына жер үлкенірек. Жоқ. Онда мына жерге салайық. Мына қандай фабрика, завод, яғни саламыз. Уламы кетшер. Өлтіріп бітсеме сен қашып. Жоғалар. Тым пайдаң жоқ оңбаған. Жоғалар. Мұтсеріне яшық болмай. Енді бізге керегі осы жерден 1, 2, 3, 4. Арта үлкен қылдырғым келіп тұрған жоқ. Өйткені себебі үлкен қылған маған ұнамайды. Және ыңғайсыз. Тығдық. Ендігі міне осы жерден саламыз. 2 блокты былай тұрса есет екен.
Оп. Міне осы жерге кетеді. 4-теу. Бәрін есептеп салып отпасаң, енді әрине өзімізге қиын болады. Есептеп отырмасақ ол жарайды. 4-теу болды. Тамағымызды жеп алайық. Давай достар, онда новыйын келтіріп алған соң видеоны жалғастыратын боламыз. Үй қанша этаж болады дегендерге, әрине 2 этаж болады, өйткені президенттің үйі 2 этаж болу керек. Енді қарапайым қылдырып салып жатырмын. Мынандай кварцтармен салған ұнамайды, және де кварцты алу үшін атқа бару керек. Атқа бару үшін обсидиан керек. Обсидианға әрине алмазный кирка керек болады. Ол бізге әрине өте не болып кетеді, загрузка болады. Және де бізде бірінші мақсатымыз, сіздерге сразу айтайын, бізде мақсатымыз мемлекет құру. Қаламыстан деген мемлекет бар. Енді біздің мемлекетімізге есім таба кетейік. Комментарияға жазып кетіңіздер. Кішкене актив басталып қапты бізде. Актив алдыңғы видеода 120 просмотр жинапсыздар. Оған көп рахмет. Және де менің аккаунтым банға кеткен болатын. Сол үшін де видеолар шықпай кетті. Бандан бүгін ғана шыққан болатын. Бүгін де кеше шықты. Кеше бір 12-лерге таман шыққан болатын. Сол таңертең түсірем деп бәрін пландап, кеше осы 2 сағатымды құртып осы Майнкрафтқа мемлекет құрамыз деп осы жерлерді тазалап шыққан болатымын. Енді мен осылай салғандарым кейбіреулеріне қызық шығар, кейбіреулеріне қызық емес шығар. Ендігі новыйын келтіріп алайық. Сол кезде видеоны жалғастыратын боламын. Яғни новый дегенде полын жасап алайық. Міне достар, мен алғашқы немізді жасап қойған болатынмын. Бұл полды блужингпен қаптаған болатынмын. Неге блужинг көп десеңіздер, мен осы кенеткенде бұл таулы аймақ, сол үшін блужингтер көп болды деп айта аламын. Сол тазалап жатқанда осы блужингтер пайда болды. Енді біз қазір үйімізді сыртын жасайтын боламыз. Бұл айтпақшыда 2 этаж болады деп мен айтқан болатынмын. Енді 2 этажды бүгінгі видеода бітірмесек те, мен өзім жеке ойнағанда бітіруге тырысамын. Енді по-любому бөлімге идея керек. Сол кезде мен Майнкрафтқа кіремін, қандай не салсам, немесе не істесем болады деген сияқты. Сол үшін де Майнкрафтқа кіргеннен кейін әрине үйді аяқтайтын боламын, немесе бүгінгі видеода аяқтауға тырысамын. Кішкене тамағым ауырып қалған болатын. Егер даусым ғырылдап немесе жуан шығып жатқан жағдайда ренжімеңіздер. Негізі мына жаққанды аса қатты терезе керек емес, өйткені мына жақта ағаштар бар. Сол үшін де терезе жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол үшін осы жерді жауып тастайық. Ар жақта дауыстар шығып жатқан болса, барынша мән бермеуге тырысамыз. Енді жаңа айтқанымыздай мемлекет құрамыз, жеке мемлекет. Неге жеке мемлекет екенін айта кетейін. Өйткені бұл выживанияның аты жеке выживания. Сол үшін де бұл жеке мемлекет деп аталады. Аталады дегенде жеке мемлекет құрамыз. Ал әлі атын білген жоқпыз. Атын әлі тапқан жоқпыз. Енді қандай мемлекетімізге қандай есім, қандай флаг қойсақ болады. Менде тиктогымда бар. Тикток деппін ғой. Сервер ашамын жақында. Майнкрафтта сервер ашуға болады.
Бірақ сіздерге айтарым бір талап. Ой, мынау кешкі ақмұртқа. Короче, былай. Түсе бересің. Былай. Қай версия екенін айтайын. 1.17.41 версиясы. Неге бұрынғы выживание өткен маған бұрынғы выживание өте қатты ұнайды. Бұрынғы Майнкрафт қателесіп кеткен болатын. Кетші әре. Міне үйіміздің новый осылай келатыр. Бірақ мына шектерді алып өзіміз немесе бір этаж қылсақ та болады. Алдағы уақыттарда егер бір этаж қылатын болсақ, онда бізге әрине тастар көп керек болады. Тастарымыз бар, және де осыны аламыз. Менде бір керемет идея бар. Енді бұл осы жетіп қалар менің ойымша. Мына яғни төбесінде крышасын осылай жасайтын боламыз. Қазір алдағы уақыттарда көретін боласыздар. Короче, мен тазалап шығу керек қой бізге. Жоқ. Тазалайтын болсақ, бір түрлі болды. Онда ойын қойылмай тұр. Болды. Осы жерді бірінші келтіріп алайық. Енді келтіріп алған соң видеоны жалғастыратын болады. Міне достар, біздің үйіміз осылай шыққан болатын. Енді мен қазір уақыттар шектеулі болып тұрғандықтан ішін аяқтай алмаймын. Бірақ сыртқы нобайын былайша бітірген болатынбыз. Енді осы жерлерді қамтамасыз ететін болса, одан да әдемі болады деген ойдамын. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ешқашан ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аян KZ.